Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай сочный, мощный, өте дәмді, көргеніңізде аузыңыздың суы ағатын дәл осындай салат жасайтын боламыз. Үйде жасап көріңіздер, ал біз бастайық. Бізге дәл осындай патиссондар, тұздалған қияр, ет, фасоль керек болады. Барлығы қолжетімді үйде бар заттар. Бізге енді дәл осындай кішкентай тұздалған огурцилерімізді 2-3 бөлікке бөліп турап аламыз, майдалау етіп. Үлкендеу тұздалған огурцилді де қолдансаңыздар болады, дәл осындай майдалап турап аласыздар. Кішкене бізде укропымызды дәл осындай үлкендеу етіп турап алдым. Енді үстіне мен жүгері, бір банканың 3-тен 1 бөлігі жүгері салдым. Фасольді де бір банканың 3-тен 1 бөлігі кішкентай ғана. Енді тұздалған патиссондарды, дәл осындай патиссондарды бір бөлігін 3-4 бөлікке бөліп алдым. Дәл осындай өте дәмді болады патиссоннан салат. Міне, дәл осылай бөліп алдым. Енді ыдысымызға патиссонды да салып алатын боламыз. Үстіне 1 қасық лимонның суы, 1 қасық синказдың атчикасы, 1 қасық зерновой горчица саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Жаңағылар араласу керек. Міне, араластырып алдым. Енді үстіне оливковый масламызды құйып аламыз. Енді кішкентай бір 150-100 граммдай суға піскен етімізді дәл осындай ұзындау етіп, соломка етіп турап аламыз. Міне, менде сиыр еті бұл. Тұз қосып турап алғам. Негізі мен әдейі салаттарға арнап қайнатпаймын. Кейде ет асқан кезде, сорпа дайындаған кезде осындай еттерін алып қоям, мен морозилкаға салып қоя салам. Салат дайындаған кезде дәл соны алып, осылай турай саламын мен. Міне, ыдысымызға жаңағы салатқа бұны да салдық. Етімізді араластырып аламыз. Тұзымызды салдық. Міне, біздің салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Ал міне біздің салатымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Қол жетімді, сочный, мощный, дәмді, қараған кездеріңізде жегілеріңіз келіп, аузыңыздың суы ағып кететін салатты жасап көріңіздер. Қол жетімді заттардан жасалынады. Үйде барлық заттар бар. Үйде жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса менің салатым, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.